Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина Кейдж каналы Ошарында Жапалабудун базарынан 4 февраль 2024 жылга карата видеолорун тартууну улантууда. Кезек навесасындагы унааларга келди. Жактан көрүп атканыңыздардай жылы жаңы, абалы жакшы, жаңы модельдеги унааларды тартып кетебиз. Албетте, ушул баасы такталган унааларды көбүнчөсү. Kia K3 шудан баштасак. 2023 жылы чыгарылган, кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, бензин $25.000, коробка автомат. Мына эсин байланыш номери, бирок жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. 556 63 77 70 номеринде. Ачкысыз кирүү бар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Так, анан добуш менен башкаруу, айдоочунун жардамчысы, адаптивдүү круиз контроль, эки аймактуу климатта, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы, электроручник, автохолд, драйв мод, камера, эми опциялары жакшы экен чындыгында. Корей видео регистратору. Ушундай көрүнүштө K3. Айтмакчы арка тарабында көрсөтүп коелу. Ушундай дизайнды. Анан так K5'тин баасы жазылбаптыр. Баасы жазылгандарды бурлайлы коелу. Жолдор мында муздак болуп калыптыр бул жакта. Бул аптайча ошо кар жаап, суук болуп кетти. Жамгыр кар жаап. Бул K8 бекен, же K9 бу. Караңыздар, көрсөтүп коеюнчу. Ушундай көрүнүштө. Адаптивдүү круиз контроль бар, 360 градус камера, алдынан сонарлар, LED оптикаларда. K9 экен. K9 2023 акыркы дизайнда экен да. Проекция бар, бензин, кыймылдаткычтын көлөмү 3.8. Ушунда K7 караңыздар, ички салон жакшы. Так, шайба мультимедиясын башкаруу, баякында жыгач, окантовкалар бар экен. Сонун. Ушундай K9 баасын жазбаптыр да, эми кимге кызык болсо азыр номерин көрсөтүп койдук. Телефон чалып сурап билип аласыздар деп ойлойм. Так. Жүрө берели. Бул жакта Lexus RX 450 гибрид. Бул да жаңы келген экен. Көрсөтүп коелу. 2018, кыймылдаткычтын көлөмү 3.5, баасы $45.000. $45.000. Ушундай көрүнүштө жакшы. Мына ушинтип бааларын жазып койсо өзү негизи чекеден эле тарта берет элек. Кызыктуу унаалар да көп да. Мохава келиптир. Kia Mojave. Мында кыска көрсөтүп кое берейин. Мында. Mojave силерденби? Жой, эси келе элекпи? 2022. Көрсөтүп койдум. Бул жакта Mercedes-Benz 205 кузовта, C-класс, LED оптикалар, алдынан сонарлары бар. 2017 Кореядан алып келинген. Люк. Дизель окшойт бул. Ассаламу алейкум. Дизель окшойт а бу? Дизель. Жакшы. Баасын канча деп атасыңыз? $24.000. $24.000. Жүрө берели. Бул жакта да бир Lexus маркасына тиешелүү уна
ES 300 гибрид. 2017 жылы шығарылған. Кореядан қимылдатқыш көлемі 2.5, 28.500 доллар. Бұл жақсы мынандай. Бетондық қойып тұр, соның өзі бардық базардың аянтында телевизионда бетондық қойса, соның болып қалмақ. Жазды 12.800. Жақсы, қандайсың? Гибрид түскені. Европадан алып келдің. Не, свежий перегон бұл? Европадан келді. Анда растаможка қымбатырақ төленіп қалды да. Оформление бол екен да. Болды. Номері бар екен да. Панорама люк. Басын қанша дедің? 12.800 доллар. 4 айндектен электро көтерішті. Оша гибрид. Планшет, монитор. Круиз контроль. Рулю заводской кожада. Электро күзгілер. Айдоочуда персоналды чықанақ тірегічі бар. Жақшы. Так, бұл Соната екен, а? Соната бензин, свежий перегон, Кореядан. 2018 қимылдатқыш көлемі 2 куб. Açқысыз кіру бар. Корейский тонировка да екен даже. Круиз контроль, драйв мод, камера, екі аймақты климатты, айтмақшы ионизация воздуха да бар. Монитор, Bluetooth менен, 12 вольт розетка, антизанос. Бұның басы қанша болды? 17,5 мың доллар. Дөңгелектері шында қойылған жестерде 4 тең жайқы. RAV 4. Бұл бияқталау же бұлда свежі? Жоқ, жүрген. Бишкектеле жүрген мына Toyota RAV 4. Басы жазылып тұрады. 2008 қимылдатқышы көлемі 2.4. 11.800 доллар. 551, 55, 55, 47 номерінде есі. Бұнда полисайт. Родная краска деп жазылып тұрады. Так. Ротастар, LED оптикаларда. Повторитель повороталарына қараңыздар. Соңыл шығарған. Бұндайдың ең жақсы жол таңдауыстарын бері десек адашпайбыз. Так, ему опцияларын айтып кетейін. Монитор, мынандай коробка передачасын көріп отырсыздар. Басқыштар арқылы жүріледі. Адаптивді круиз контроль, қара кожа, салон, үшті поликтерде. Басы қанша oldu полисайттың? 38 мың доллар. Так, мынау? Бұл жақта. BMW да ушул жігітке тиешелі. Так, 5-ші серияда бұда да адаптивті LED оптикалары адаптивный деген бұл аябай жақсы. Руль бұрылғанға жараша ушол лампалары дағы ылдый өйдө кете берет бұрылып дегенде оңго солго. Аябай жақсы жарық берет. Точныч. Анан алдынан санарлары бар. 2017 жылы шығарылған. Мынандай алып көрсетіп тұрып берейін. Ушол қардың сулары еріп. Максималды комплектация 300 камера бар, 360. Жақсы проекция бар дейді. Қара кожа? Қара кожада. Басы қанша oldu? 32 мың. 2017 қимылдатқышын көлемі 2 куб. Родная краска. Есін байланыс номері да бір қайталап кетейін. 551, 55, 55, 47 номерінде. 32 мың доллар. Кореядан ба? Корея. Өзі Кореядан жақсы болады өзім. Бұналарчы. Жақсы. Анан кейін бұл жерде RX, Lexus RX. Гибрид 2017 48.500 доллар.
Бұл Европадан, Италиядан келді. Италиядан да алып келіп тұр да. Шундай RX